Берекелі күн тіледім баршаңызға. Сән, бренд, тренд қумайтын, жұрттан ұят болды деп өмір сүрмейтін, көрпесіне қарай көсілетін қарапайым ғана қазақтың үйіне қош келдіңіздер. Қылышын сүйреп біздің жаққа да қыз келді. Аппақ қарға аунап, ақ қала жасап, мұзда сырғанақ теуіп, үлкенді кішілі қыстың қызығын қызықтаудамыз. Ал сіз ше, сіз қай жақтансыз? Сіздің жақта ауа райы қалай болып жатыр? Қандай жаңалықтар болып жатыр? Пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Біздің жақта күн жылыды, аяз болды, еріді, жаңбыр жауды, боран болды. Әйтеуір қыс өзінің бір күшіне әлі де ене алмай жатқан сияқты. Адам өзінің уақытында екі нәрсені бағаламайды екен. Ол денсаулық және уақыт. Бұл екі нығметтің қадірін адам жоғалтқан кезде ғана түсіне бастайды екен. Бәлкім, біздің ауылға көшіп келуіміздегі себептердің бірі де осы шығар. Уақыт және денсаулық. Ауылға көшіп, мал ұстап, бау-бақша егіп, таза ауамен демалып, денсаулығымызға аз да болсын бір жақсы үлес болсын деген ниетіміз шығар. Ал уақытқа келетін болсақ, ауылда шіркін уақыт деген бөлек жылжиды. Ауылдағы уақыттың тынысы да, қозғалысы да, ырғағы да тым бөлек. Уақытты басқарамыз деп қанша жоспар құрсақ та, уақытты басқару біздің құзырымызда емес. Уақыт тым шапшаң, тым жүйрік. Біздің қолымыздан келгені ғана уақыттың шабысына ілесіп отыру. Уақытты тиімді пайдаланамыз деп біздер күнделікті, айлық, жылдық жоспарлар құрамыз, мақсаттар қоямыз. Дегенмен біздің жоспарымыз басқа, тағдырдың да біз үшін жазған басқа жоспары бар. Осы орайда 2024 жылдың желтоқсанында болған ұшақ апатын есіме алғым келіп отыр. Жалпы ұшаққа адам бейжай отырмайды ғой. Әрқайсының бір мақсаты, бір жоспары болады. Оған арнап күн белгілейді, оған арнап билет алады. Біреулері отбасымен қауышуға, біреулері жұмыс бабымен, ал кейбіреулері машина жаңартамыз деп кетіп бара жатты. Дегенмен ешқайсысы да сол күні соңғы күнім болады деп ойламады. Іштерінде айтылмаған қанша сыр, орындалмаған қанша арман қалды. Жалпы уақытты тиімді пайдаланудың бір маңызды ережесі ол кейінге қалдырмау және оңтайлы уақытты күтпеу. Яғни отбасы, тума-туыс ағайынның басы қосылу үшін міндетті түрде бір мейрамның, туған күннің болуы шарт емес. Жақсы көретін жақын адамдарыңызға сезіміңізді білдіру үшін, алғыс айту үшін, реніштеріңіз үшін кешірім сұрау үшін арнайы бір күннің болуы де шарт емес. Жақсы көретініңізді күнде айтыңыз, алғысыңызды күнде білдіріңіз, кешірімді де күнде сұраңыз, орайы келсе күніне бірнеше рет. Одан сіз кем болмайсыз, керісінше кең боласыз. Бәріміздің өміріміз жазылып жатырған бір кітап сияқты. Бірақ бәрімізге берілгені бір 24 сағат. Және ойлап қарасаң, бәріміздің өміріміз өте ұқсас. Бәрімізде таң атысымен бет қолымызды жуып, ас үйге барып, шайымызды қайнатып, ыдыс-аяқты жуып, тамақты пісіреміз, кір жуамыз, баланы қараймыз, жұмысқа барамыз, жұмыстан келеміз, асымызды ішеміз, асымызды дайындаймыз, кітабымызды оқимыз, теледидарымызды қараймыз, телефонды шұқимыз. Кейде осы бір күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерін, тірліктің шаршап
көңіл күйіміз болмаған кезде шаршап кеттім, мына қашан бітеді деп артық сөйлеп қоятынымыз да бар. Бұндай кездері тезірек тәубеме келіп, өзімнің қандай бақытты адам екенімді еске аламын. Мен бейбіт елде тұрамын. Бақыт па? Бақыт. Менің үйім бар. Бақыт па? Бақыт. Тіпті сіздің үйіңіз жалдамалы үй болса да, оның өзі бақыт. Менің тамақ пісіруімді күтіп отыратын, менің тамағымды сүйсініп жейтін отбасым бар. Бақыт па? Бақыт. Менің денсаулығым Аллаға шүкір жақсы. Бақыт па? Бақыт. Тіпті кейде бір жеріміз ауырып қалса да, бұның өзі де бақыт. Себебі біз адамдар сондай ұмытшақпыз. Әрбір дене мүшеміздің де нығмет екенін ұмытып кетеміз. Сап-сау жүгіріп жүрген аяғыңыз бір күн ауырып қалсыншы, сіз сол кезде аяғыңыздың қадірін түсінесіз. Мен еркін елдің ерке өскен ұланымын. Менің таңдау еркім бар. Бақыт па? Бақыт. Мен өзге біреуді қуанта аламын, оның қуануына себепші бола аламын. Бұл да бақыт. Ал біреуді қуанту үшін қалтаңның қалың болуы керек емес. Қолдан бәліш пісіріп, көршіңмен бөліссең, бұл да қуануға себеп. Бұл әлем мінсіз емес. Сол себептен бұл әлемде, бұл өмірде бақытты болуға себеп өте көп. Тіпті аяғыңды басқан кезде қардың сықырлаған дауысын естудің өзі де бақыт. Ал егер сізге өміріңіз сонда да бір түрлі бұлыңғыр көрінетін болса, өміріңізді, күнделікті тіршілігіңізді әрлендіру үшін сізге бір-екі кеңес берейін. Егер жұмыс жасайтын адам болсаңыз, онда күнде жұмыстан қайтар кезде үйге басқа маршрутпен келіңіз. Егер мысалы сіз 43-ші автобуспен жүрсеңіз, келесі күні 2-ші автобуспен жүріңіз. Үйде бала күтімінде отырған ана болсаңыз, дүкенге шыққан кезде басқа жолмен қайтып келіңіз. Және де азын шоғын серуендер жасаңыз. Бұл тегін. Қалаға шығып, орталық алаңдарды аралап, үлкен сауда үйлеріне кіріп, бутиктарды аралаңыз. Ештеңе алмасаңыз да, әдемілікті көріп, тауарлардың сан алуандығын көріп, өзіңізге жақсы көңіл-күй, шабыт сыйлаңыз. Ал менің бүгінгі сіздерге арнаған уақытым тамам, тамақ дайындауым керек. Сау болыңыздар, көргендеріңіз үшін көп рахмет. Пікірлермен бөлісе отырыңыз.